Ақылсыз адамдар үнемі айтатын 7 сөз. Ақылсыз адамды бір сөзбен анықтау қиын, бірақ олардың ойлау тәсілі мен сөйлеу стилі арқылы көп нәрсені байқауға болады. Бірінші, мен ондай емеспін. Бұл өзін өзгертуге дайын емес адамның сөзі. Мұндай адам қателігін мойындамайды. Өзін әрдайым дұрыс санайды. Даму жоқ жерде өсу жоқ. Маған бәрібір. Сырттай салқын көрінгенмен бұл жауапкершіліктен қашу. Өміріне бей-жай қарайтын адам ешқашан үлкен жетістікке жете алмайды. Уақыт жоқ. Шын мәнінде уақыт бәрінде бірдей. Бұл жалқаулықтың немесе дұрыс жоспарламаудың белгісі. Ақылды адам уақыт табады, ақылсыз адам сылтау табады. Мен бәрін білемін. Ең қауіпті сөздердің бірі. Үйренуді тоқтатқан адам тоқырай бастайды. Нағыз ақылды адам керісінше мен әлі көп нәрсе білмеймін дейді. Бұл мүмкін емес. Бұл сөз қорқыныш пен сенімсіздіктің көрінісі. Көп жетістікке жеткен адамдар алғашында мүмкін емес деп саналатын нәрсені жасаған. Басқалар кінәлі. Өз өміріне жауапкершілік алмау әлсіздіктің белгісі. Ақылды адам мен не істей аламын деп ойлайды. Ертең бастаймын. Кейінге қалдыру ең үлкен кедергілердің бірі. Бүгін істелмеген іс ертең де істелмеуі мүмкін. Қорытынды. Ақылсыздық білімнің жоқтығы емес, ойланбау, жауапкершіліктен қашу және өзгергісі келмеу. Ақылды адам өз қатесін мойындайды, үнемі үйренеді, әрекет етеді, ал ақылсыз адам сылтау айтады, басқаны кінәлайды, өзгермейді.